Қазақта сөз бар, тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады дейді. Бұл өте текті әулеттен шыққан азамат. Арғы аталары Құлеке батырдан шығады. Құлеке батыр шал ақын, одан кейін Жантілеу қажы, Жантілеуден Қошан, Қошаннан Ерсайын тарайды. Ерсайын 14 баланың бірі Қошан атамыздың кіндігінен тараған. Қошекең ел адам болған адам, халыққа сыйлы болған адам. 21 жасында болыс сайланып, халықтың қамын ойлап. 30-шы жылдары атамыз сол жұртты сақтап қаламыз деп, ауылда енді бәрі қырғын қазақтар қырылып атқанда аштықтан, сол бүкіл ауылды, туыстарды бәрін жинап алып Тюмень облысына, сол жерге апарып орналастырып, сол елдің жұртты адамдарын сондай сақтап қалған. Ерсайын сондай туған інімдей көрдім. Мінезі үлкенді кішіні қатты ширауды білетін азамат еді. Сол Аманжол үйінде кездесіп қалғанда, ылғи, генерал ағам келіп қалды деп, төрге шық деп қатты шилаушы еді. Бәріміз әке-шешеміз бізге тәрбие беріп, еңбекке баулады. Есіме Ерсайынның бірге өскен жастық шағым көбінесе есіме түсіп отыр. Сол Ерсайын бауырымның бірінші классқа барғаны, соны үлкен ағалары, апалары сол дайындап, киіндіріп, мектепке солай шығарып салғанымызда. Үлкен сыныптарда оққанда өте үздік, жақсы мектепте оқыды. Районға барып, сонда физика, математика және химия пәндерінен сонда олимпиада қатысып, үздік орын алып жүретінді. Оқуға түсуге келгенде Ерсайынды танымай қалдым. Не жерде өзі денелі сондай. Басында керемет қайратты, былай бұйра шаш, керемет бір сондай әдемі жігіт болып өскен екен, сол есімде қалды. Матға ағамыз академик Аманжол Қошанов айтқанда, бір шаңыраққа, бір әулетке, бір академик жетер, сендер енді инженер болыңдар қалғандарыңды. Ерсайын бауырым инженер-энергетик факультетіне түсіп. Алматы энергетика институтының бірінші курсы бәріміздің есімізге түседі. Сол кезде Ерсайындар дайындық курсынан келген. Олар енді бізге қарағанда қаққан, тәжірибесі бар, барлығын білетін, дайын болып келген азаматтар еді. Қалай тұрып атсыңдар? Қандай тамақ жейсіңдер? Деп сұрасам айтады, таңертең гуляш по коридору дейді. Бұл неменесі гуляш деп, не айтады екен деп ойлаймын. Сосын түсте не жейсіңдер? Түсте де гуляш по коридору. Соны мен түсінбеймін. Тамағымыз тоқ, енді оған нетпей ақ қойыңыз, сол гуляш по коридору дегені тамақ жоқ, дұрыс тамақ ішпейді ғой, соған енді гуляш по коридору деп сондай қатты күліп едім. Алматыдан студент бала келгенде біздің енді ауылда үйіміз шетте болды. Сонда суға барғанда бір есімде қалған. Бір арбамен барады, арбаның сыртына жазған бір «Не уверен, не обгоняй» деп. Соған атты жегіп, ерден екеуі суға барады. Сол судан келе жатқанда, ана лесхоздың енді келіншектері күліп жататын. Мынандай жазуы бар екен, «Не уверен, не обгоняй» деп. 5 жыл бірге оқыдық. Ол 3-ші группа дейді. Мен 1-ші группада болдым. Содан бәріміз жаңағы бір мұғалімге барамыз. Тату тәтті, жақсы, қызықты, мағыналы осы бір 5 жылды бірге өткізіп. Күлді қаталдым Ерсайыннан. Солай мен үйленетін болайын деп атырым. Өзі Раушан апамызбен Алматыға жүріп кетті. Үйге ертерек келіп, сол сентябрьдің аяғында Ерсайын Нұржамал дейтін жеңгеміз де келді. Екі әулеттің құдалығы батыс өңіріндегі әкем Өміршін Құлшарықпен, солтүстік өңірдегі Қошан құдамызбен. Бел баласы Ерсайынның бізге күйеу болып келгелі, тек арамыздағы екі әулеттің арасындағы сыйластық, екі әулеттің арасындағы ерекше бір құдалық қарым-қатынас, ерекше бір бауырмалдық, ерекше бір адам сүйсінерліктей керемет қарым-қатынас болды. 79 жылы ағамызды әскерге алды, институттан кейін. 1,5 жыл әскерде болды. Әскерде болғанда мен
солтүстік флотында әскерде болғанда сол жерге Ерсайында барып әскер міндетін сонда атқарды. Сонда да жиі хатын жазып, газет шығатында да «На страже Заполярья» дейтін соның жаңалықтарын жіберіп, сол өте жақсы өткізді әскер міндетін. Сонда оны инженер болғасын энергетик біраз жерге командировкада болып келді. Сол Ресей қалаларында. Сол офицерский состав, нелер өте сыйлап тағамызды. Сол өте жақсы атқарып міндетін. Үйге аман сау қайтып келді. Жолдастары да өте Ерсайын жақсы көріп сыйлаушы еді. Жолдастардың арасында сондай үлкен авторитетті болды. Оны өз көзім жетті. Жас кезінен семьясына сыйлы болды. Балаларын өсірді, өндірді. На работе то, что он был очень уважаемым, авторитетным человеком, не только как профессионал своего дела, но это было действительно так, но и за человеческие качества очень все ценили и уважали. Предприятие, где работал папа, велась разработка высокотехнологичной радиоэлектроники, модернизации, ремонта радиоэлектроники оборонного назначения. Там папа проработал на разных ролях до самой пенсии. Біздің Ерекең өте білімді, терең, өте сабырлы, білімі жан-жақты, балаларға да, өзі отбасына да керемет сенімді, жолдас-жораларға өте сыйлы, тума-туысқан бауырлардың бәріне қамқор болып, маған да өте керемет көмек беріп, керемет екеуміз бір отбасында ешқашанда қабағымызды түймей тату-тәтті өмір сүріп келе жаттық. Алматыда 20 жылдан артық Ерсай мен Нұржамалмен бірге бір үйде бір отбасы болып тұрып жатырмыз. Өте тату-тәтті семья. Оларды өнегелі отбасы деп сеніммен айта аламын. Қадірменді деген сөзді бұрын онша мән түсінбейтін ем. Осы құдам қайтыс болғаннан бері мен өте жақсы түсіндім. Екеуміз бір-біріміздің қадірімізді біліп, сыйласумен кеттік. Бәйдібегімді үйлендіріп, Ерекеңдей текті арғыннан қыз алып үйленгенде өте қуандым, маған қуат берді. Ереке, сенің өмірдегі инабаттылығың, сенің үлкен адамгершілігің, әрбір сенің сөзің құдағай деп маған дем беріп отырдың. Әлі де өмір сүріп, менің балаларымның да нағашы атасы болып жүре бергеніңізге не жетер еді. Ізбасар мен Әділжанға, аталарыңа, Қали атаңа, Аманжол атаңа, Ерсайын атаңа Құран бағыштап тұр деп үйреттім, қолымнан келген сол болды. Балдарымыздың арқасында құда жекжат болып, осыдан 12 жыл бұрын, қазір сол балдар үлкен шаңырақтың иесі. Ерсайын құданың жолы жарық жол болды, ашық жол болды, өнегелі жол болды, тәрбиелі жол болды. Кейінгі ұрпаққа, кейінгі өзінің білетін азаматтардың барлығына өнегелі ғұмыр кешкенін барлығы жақсы біледі. На все праздники я всегда знала, что первым всегда позвонит куда, он позвонит, поздравит, посмеется, что-нибудь расскажет интересное, веселое, обязательно найдет повод рассмешить, развеселить, поднять настроение. Всегда вот такой позитивный, такой светлый человек был. За его спиной всегда надежная чувствовалась вот такая вот ответственность. Хочется, чтобы внуки выросли вот похожими на него. Оғысының мынандай бір қасиеті барды, қандай жағдай болсын, патовый ситуация, честің бір ситуациясы болып атса да, оғысының самообладаниясы ол ерекше болатын. Бір ситуацияны ойынға айналдырып, күлкіге айналдырып, анекдотымен бастаған кезде жаңағы неге ашуланып, не айтып, не қойғанды ұмытасың да, сол кісімен бірге күліп, сондай көңілің жай тауып орнына келетін. Бабаларымыз туралы кітап жазғанда соған үлес қосты. Өзі де айтатында, біз үлкен аталар, бабалардың армандарын орындауымыз керек. Ерсайын бауырым айтатында, біз текті жерденбіз. Еще в дошкольном возрасте папа подозвал меня к себе дома и на листочке написал 11 имен наших предков, наших аташек.
И я помню, что выучил все имена и гордился тем, что знаю своих жета-ата, даже больше, чем жета-ата. Папа передал мощное ощущение принадлежности к нашему роду с огромной историей. Обычно он мне звонил и всегда говорил «Hello, my daughter». Я ему отвечала тоже на английском. Он продолжал со мной тоже говорить на английском. Я всегда удивлялась, насколько у него феноменальная память. Он помнил школьную программу английского языка и мог меня понять и изъясняться. Меня это всегда удивляло. В детстве я очень гордился своим папой и всегда хотел быть на него похожим. Я считал его эталоном настоящего мужчины. Я помню, что он косолапил на правую ногу, и даже это я хотел повторить. Я тоже нарочно ходил с такой же походкой. Спасибо папе за все, за достойное, благородное имя, за генетику, которую он дал, за бессонные ночи, которые он проводил. Он вложил в нас большую любовь, и я всегда буду этим гордиться, я всегда буду папиной доченькой. Я помню такой случай, когда Мирейка что-то натворила, и папа ее ругал. Я стала на ее защиту и сказала ему: папа, что если у тебя родился сын, значит мы уже не в счет дочери? У него было такое удивленное выражение лица, но после этого он Мирею не ругал. Я его часто вижу во сне и думаю, что он рядом со мной. Говорят же «Акем Асхар Таум». Вот это, думаю, правильные слова. Для меня папа всегда будет Асхар Таум, за которым всегда спокойно, стабильно, как за каменной стеной. Для нас это была большая потеря. Говорят, родители — это как два крыла. Так вот, одного крыла у нас не стало, и мы учимся летать заново. Папа называл Диарика орлом, очень ласково. Диарик обожает своего Аташку. Первое слово Диарика — это Ата, и когда рядом Аташка, ему действительно никто не нужен был. Папа успел пообщаться и с Даулетиком. Это такая огромная любовь как к отцу, как к Аташке, как к человеку, который очень много делал для нас. Он мало говорил о чувствах, но это было видно и без слов, как нежно, трепетно папа любил и Ильжана, и Диарика, и Даулетика. С ним можно было всегда поговорить о многом и разбирался во всех темах. С ним было очень интересно общаться. Когда мы с братишками и с мамой приходили в Казахфильм, он всегда сидел около крыльца, как будто чувствовал наш приход и ждал нас там. Я очень по нему скучаю, я его всегда буду любить. Аташка наш всегда был мудрым, понимающим, и ему всегда можно было доверить секреты. Всегда, когда я прихожу в Казахфильм, я всегда думаю, что было бы славно увидеть еще раз Аташку. Он нас всегда учил чему-то новому. На него всегда можно было положиться. Он был таким очень надежным. Для меня он всегда будет ассоциироваться с человеком, который будет всегда поддерживать и всегда будет для нас опорой. Я очень скучаю по нему. Аташка со мной играл. Шахматы, шашки, города, карты. Я люблю его и буду скучать по нему. Берген тәнім тәрбиесі балаларға менің қасында болған менің сүйенішім, менің ең сүйікті жаным, жарым, ондай адам, Ерекең сияқты адам, 1000 адам ішінде, миллион адам ішінде бір тұлға. Ерсайынымның менің жатқан жері жайлы болып, топырағы торқалы болып, жаны жанатта болып, жолдасы иман болсын. Көрмеген қызығын ұрпақтары көрсін. Себебі Ерекеңнің өмірі жалғасы Елжанмен, Диярмен, Даулетпен жалғасады. Құдай жарылғасын, байғысын, төрт күлгінде сайғысын, кетпес дәулет кең пейіл берсін. Барлығымызға осы отырған денсаулық, амандық тілеймін. Алыстан келгендерге, жол жүретіндерге жол амандық берсін.